Ассалаумағалейкум, армысыздар. Қарынның ашқан емес, қадырының қашқанына жылайтын арда қазақтың намысты қыздары, санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Алдарыңызда әдеттегідей педагог, қоғам белсендісі Жұмабек Әлімханұлы. Ұлт руханияты, ұлттың сақталуының, дамуының, жалпы өркениетінің өрістеуінің іргетасы. Енді өздеріңіз тарихтан жақсы білесіздер. Тарихтың өзін екіге бөліп қарастырады. Қазақ болғанға дейінгі, қазақ болғаннан кейінгі деп жатады. Біз енді тарих сахнасына қазақ дейтін ұлт ретінде 1465 жылы Керей мен Жәнібек хан құрған мемлекетті, ұлысты айтамыз қазақ хандығы деп. Содан бері қазақ болып тарихқа таңбаландық дегенде айтылады. Дегенмен де оның тарихы арыда жатқаны белгілі. Қазақ ол жай ғана шыға салған бір кездейсоқ ат емес. Оның да өзінің келіп шығу себептері бар ғой. Енді оған да тарихшылар әр түрлі пәтуалар айтады, тарихи деректер келтіреді. Негізінде біз анау ертедегі ежелгі тайпалар, арғы ата бабаларымыз жаңағы ғұндар, сақтар, үйсіндер деп, сондағы сақ, енді қас сақ, нағыз сақтың ұрпақтары деген сөздің қас сақ деп жүріп, қазақ болдық деп жатады. Қазақ деген сөздің мағынасы жаңағы еркіндікті сүюші, аңшау, еркіндік үшін күресуші, еркін ел деген мағынаны білдіреді. Сондықтан еркіндікті аңсап бөлініп шығып, өзі бір дербес ел құрған. Сол кездегі мынау Әбілқайыр ханның тұсында, жаңа 15 ғасырдың орта шенінде жаңағы Алтын Орда хандығынан бөлініп шыққан. Сонда еркіндікті аңсап бөлінді деді, оны еркіндікті аңсаушы деді. Біреулерін жаман мағынасында қашақтар деп жүріп қазақ болды деп айтады. Әртүрлі айту бар. Жақсы, қалай айтылмасын, әйтеу біз бүгінгі таңда айдай әлемге қазақ деген ұлтпен мәлім, біз айдай әлемге Қазақстан деген, қазақ елі деген атпен белгіліміз. Енді біздің ұлттық руханиятымыз қалай дамуда, осы туралы аз кем толғаныш жасай кетсек. Енді қазақ хандығы бағы тайып, жаңағы Абылай Кенесарыдан кейінгі отарлауға әбден ұшырап, бұтарланып, болыстық режим орнап, одан кейін орыстың ақ патшасынан кейінгі мынау Қызыл империяда тыстырнаған аз батырған жоқ, қазақты тұқыммен тұздай қорытып жере жаздаған жақсы білесіздер. Сол кезде қазақтың руханияты қоса тілімен, ділімен, дінімен бүкіл ұлт ретінде тарих сахнасынан жойып құртпақшы болды. Оған орасан зор күш қолданды, аяусыз қолданды. Ол жағынан біз өте үлкен қасіретте қалған, миллиондап қырылған, босқан, осы елдің иесінен, жердің киесінен айырылған ел болғанбыз. Оңай болған жоқ. Одан кейін 70 жылдық отарлауда жаңағы қазақтың ұлттық руханияты орыстандыру бағытына бет алды. Десе де біздің сол кездегі зиялы қауым өкілдері, ақын жазушыларымыз арқылы біздің бай әдеби тіліміз сақталды. Өзіндік ұлт ретінде ол жақтағы енді ұлттық әдебиет, өнер, мәдениет жағында тағы да сол тар шеңбер ішінде жүріп, соны қызғыштай қорған біздің ұлт зиялыларымыз, атқамінер ағаларымыз аз болған жоқ. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Солардың еңбегі болмағанда қалай болар еді. Ал енді тәуелсіздік алғаннан кейін 30 жылдан астық. Біздің ұлттық руханиятымыз қандай деңгейде? Ұлттық руханиятымызда зор шегінісіз болды. Тіпті 300 жылдық империяның отарлауында құлдырамаған деңгейге дейін түсіп кеткен жағдай бар. Мойындау керекпіз. Ең бастысы, мысалы, тіл көсе-көсе көгерген жоқ. Мемлекеттік тіл деген аты болмаса,
орыс тілінің көлеңкесінде қалып жатыр. Жақсы білесіздер. Жоғарғы мінберлердегі ел тізгінін ұстап отырғандардың бәрі орыс тілінде есеп береді, орыс тілінде заң шығады, орыс тілінде іс қағаз жүргізіледі. Көрдіңіз бе, оларға орыс қазақ тілінің маңызы шамалы. Әйтеу елдің, жұрттың, бұл халықтың бір кішкене көңілін алдаусырату үшін бет ашарын қазақшамен бастайды, орысшамен баяндайды, соңғы Аллаху әкбәрін қазақшамен ғана аяқтайды. Тілек, бата, бір алға кіріспе сөзге ғана қолданады. Болды, қазақ тілі отбасылық тіл болып қалды. Ал енді тіліміз бай деп мақтанамыз ғой. Бірақ сол бай тілімізді қаншалық деңгейде қолданамыз білеміз. Мына бүгінгі таңда тәуелсіздік таңында отырып, біз өз тілін өгейдің күнін кештіріп қойған ұлт болып отырмыз. Орысқа жалтақтаймыз. Тілдің мәселесін шешуге де батыл қадам жасай алмаймыз, оған да қауқарсызбыз. Ал салт дәстүр ұлттың негізгі сақтайтын бір факторының бірі, ол да бұтарланды. Мұрнын тескен бұқадай сүйрелерсің деп әсет ақынның өлеңінде айтылғандай сол. Әркіміз өз білгенімізше әйтеуір бір салт дәстүр ойдан жасалды. Жол жоралғы жосындар болды бізде. Ол бір ізділікке түскен жоқ. Негізі мемлекет оның барлығын байырғы болғымыздың салт дәстүрін сарапқа сала отырып, тарихи сыннан өткен сабалтындай салт дәстүрді бір ізділендіру керек еді. Жоқ, оған мүлдем атсалысқан жоқ. Халық өз бетінше әйтеу әркім өз қолындағысын сақа тұтып, өз білетін салт дәстүрін дәріптеп, өзінің шыққан биігін жаңағы бәрінен биік көрсетіп жүріп жатыр. Оғанда халықты кінәлауға келмес. Ал одан кейін діни мәселе, ол да ушық бір ұлт руханиятындағы негізгі саланың бірі дін. Бұрынғы дәстүрлі діни бағыттан бет бұрып қазіргі кезде ол да бетімен кетті. Оған да мемлекет көз жұма қарап, әйтеу әр жерден оқып келген ұстаздар көбейген білесіздер. Мынау Сауд Арабиядан оқып келгендер сәләптік бағыт болып кетті. Египеттен оқығаны өзінше, Түркиядан оқып келгендер сүлейменшілер. Әр жерден оқығаны өзінің ағымы, бір ақидасы әрқалай болып бастары бірікпейді. Бір-бірін жоққа шығарайды. Индиядан тәлім алып жатқандардың тәблиғ болып кетті. Олардың өз ұстанымы өзінше, сонымен дінде де бір ізділік жоқ. Яғни қырық пышақ болып, қырқысуға дайын елді бұтарлап болды. Діннің өзін жаманатты көрсете бастаған жағдай бар. Енді оған қазір тәңіршілдер қосылып жатыр, міне қарсы шығып. Бұған да мемлекетті көз жұмбайлықпен қарап отыр. Егер нақтап қолға алатын болса, заң аясында оның барлығын бір ізділікке салуға болатын еді. Ол қиын шаруа емес. Оны қолдан жасап отырған жағдай. Билік үшінде халықтың түрлі діни ағымдарға бөлініп, басының бірікпегені керек болып тұр. Қысқасы, бөлшекте де билей бер. Енді мынау әдебиетімізге келетін болсақ, тәуелсіздік таңынан таза тәуелсіз санамен жазылған шоқтығы биік бір шығарманы атап айта алмаймыз, өкінішке орай. Бұрынғы классик жазушыларымыздың жазып кеткен том классик шығармаларын енді сол цензура кезінде мылтықтың астында жазылса да, әйтеу қазақтың бай тілін, өзіндік бір салт дәстүрін жаңағы барынша соған сіңіріп кіргізіп әйтеу аман алып болуға тырысты ғой. Оны сүйіне оқыды, ол шығармалар енді көптің көңілінен шықты, халықтың жүрегінен жол тапты, іздеп оқитын сүйікті шығармаларын айналған еді. Енді сол деңгейде қазір қандай бір шығарманы атап айта аласыздар. Жас қаламгерлер келе жатыр, жаңа бағытта жазатын, Еуропаны негіз еткен, сол жақтың бір кісілік құндылықтарын, сол жақтың бір жаңа жазу әдістерін, жанрларын қолданып, өзіндік бір даралық іздеп жүрген жастар жоқ емес. Бірақ олардың шығармалары қаншалық дәрежеде дәріптелуде? Жоқ. Өз қаламымен өзі жазады, өзі оған спонсор табу керек, өз қаражатымен шығару керек, бір-екі мың тираждан артық емес, ешкімге жете бермейді. Ал бұрын Совет одағы кезінде 100 мыңдап шығарды, таратты.
әр ауылда кітапхана болды. Қазір бізде ауылда түгілі ауданда кітапхана жоқ. Алматының өзіндегі жеке кітапханаларды көріп жүрсіздер, шағын кітапханалар. Онда да қазақ тілінің кітап қоры көп емес. Мінекей, өкінішке орай. Қалай дейсіздер? Негізі Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқандай, анау адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана дейді ғой. Сол кітапханада ауылда бұрын совет одағы кезінде мәдениет үйі деп, оның бұрышындағы кітаптар жақсы оқитын, жұрттың сүйіп оқитын шығармалары көптеп тұрыпты. Қазір оның бәрі жоқ. Жабылған. Басқа бағытта магазин, дүкен немесе жаңағы таңсақхана деген сияқты сондай болып кетті. Мемлекет мән беріп жатқан жоқ. Өкінішке орай. Ол да біздің руханиятымыздың жұтаңдауы. Осылай айта берсек сөз көп әрине. Қысқасы 300 жылда болмаған мынау рухани жалаңаштану осы 30 жылда болды. Назарбаев режимі кезінде болды. Экономика бірінші, саясат екінші деді. Қысқасы саясатта экономикаға жақ берді. Ал өз үстері сөйтті де, туыс қиысымен бүкіл тонады, тойымсыз, қанағатсыз жаңағы арандай ауыздарын арандай ашып, мемлекеттік асты-үсті байлығын қалағанша сапырды, қалтаға басты, шетел асты, миллиардтарды жымқырды. Қазақстанның өзі сол экономика бірінші деп жүріп, әлемде қазір 170 қанша миллиард доллар қарызы бар елдердің ішінде алдын қатарға шыққан халық болдық. Ал енді бұлай халықтың жеке бас қарызы, кредиті жоқ адам жоқ, оны білесіздер. Бізде өсім өте жоғары. Соның бәрі жемқорлықтан келіп шықты. Ал енді жетіспей жүрген жағдай, жаңағы тапқаны тамағынан аспай жүрген мысалы басында баспанасы жоқ, аш-жалаңаш болып жүрген адамға руханият неге керек? Кітап оқу неге керек? Бірінші адамның қарны тойу керек. Ал ол болмай жатыр. Мына Қытайда Маузудың өліп кейін шыққан жаңа 80 жылдардың бастап билікке келген Дэн Сяопин деген адам халықтың бірінші қарны тойу керек деді. Ол 90 жылдарға дейін қарны тойу керек деп жаңа халық жекеменшікке жіберіп, макро жақтан басқарып халықтың жағдайын жасады. Сосын оның бір қойған үлкен жаңағы жоспары болды. 5 жылдық жоспар дейді ғой, Қытайда әр 5 жыл сайын қорытындылап отырады. Сонда жаңағы киім көк, қарын тоқ, дөңгелек дәулет төреге жету деді. Осыған жеткеннен кейін қайтты. Ғылым, техника бірінші өндіргіш күш деді. Яғни ғылым білімге бет қою, соны дамытуға жіберді. Содан Қытай күрт көтеріліп, дамып қысқа уақыттың ішінде әлемнің екінші экономикасы болды. Қытайда қашанда саясат бірінші, экономика екінші. Бұл енді жалпы әлем елдерінде солай ғой енді. Бізде керісінше болды. Ал негізінде саясаттың ішінде ұлттық саясат жүргізетін болса, ұлттық идеология болады. Оның ішінде ұлттық руханият саласын көтеру, дамыту, жетілдіру болады. Сосын экономика өзімен өзі соны жаңағы соның аясында жұмыс жасалып, экономикада көтеріледі. Бірінші сол ұлттық руханият көтерілмей, жөнге келмей, экономикада көтерілмейді, жөнге түспейді. Оның алдыңғы шарты сол. Сондықтан ең дұрысы мемлекетке дұрыс ұлттық идеологияға негізделген саясат жүргізу керек. Ұлттық руханиятты көтеру керек. Содан кейін барып экономика өзін-өзі көтеріледі. Көтерілген экономика қайтадан білім, ғылым саласын, жалпы халықтың тұрмыс өресін, руханиятын көтереді. Сөйтіп, бұл кезекті дүние кезбелі несібе дегендей толықтырып, бір-бірін жандандырып, дамытып, көркейтіп, мәуелетіп, жайқалтып құлпырта береді. Ал өкінішке орай бізде 30 жыл мынау жемқорлық, түбінен түпсіз жемқорлық, елдің асты-үсті байлығын, материалдық байлығын тонаумен сырт, халықты руханияты жағынан да тонап, жалаңаш қылдырып кетті. Мойындау керекпіз. Біз өзімізді таппай қалдық. Шақшадай басымыз шарадай болып біз иттердіктің итбегінде кеттік. Қарынның қамынан аса алмадық, әлі аса алмай келе жатырмыз. Шындық осы. Ал қарын қамын жасамай, мынау материалдық проблеманы шешпей,
біз руханият жақтағы дүниені бір дөңгелентіп кетеміз деп айта аламыз, айта алмаймыз. Оны аудан ауыз ашу онда қиын нәрсе. 30 жыл жағдай көрсетті. Сондықтан құрметті ағайындар, бұрынғы атамыз қазақ малым жаным садағасы, жаным арым садағасы деді. Қазіргі заман оның керісінше болды ғой енді. Арым жанымның, жаным малым садағасы болып кетті. Енді олай болмау керекпіз. Біз бұрынғы қалпымызды ұстау керекпіз. Бұрынғы ата-бабаларымыз сара жолмен жүріп, өзіміздің бөгенай бөлек ұлттық руханиятымызды қолға алсақ, шамдандырсақ, соны ту етіп көтерсек, бар мүмкіндікті соған салсақ, біз өскен, өркендеген, дамыған, тілі де, діні де, ұлттық руханияты да барлығы бір ізділікке түскен, ұйысқан, бір идеология астында топтасқан, сондай бір берекелі ел болар едік. Илайым сол күнге жеткізуді Алла нәсіп қылсын, және жастарымыз соған тез жетіп, халықтың қалауынан шығатын болсын деп тілейміз. Аман сау болыңыздар.